достар, қалайсыңдар? Короче, достар, бүгін бізде мама екеуміз ғана кешкі серуен жасайтын боламыз. Вот. Дала прям кісі, вот мен такой топикпен жүрмін. Вот. Дала прям чүп-чүп болды. Вот кешкі серуен жасайтын болды. Кстати, достар, подписка басуды ұмытпаңыздар, лайкты да басуды ұмытпаңыздар. Осы видеоны соңына шейін көріңіздер. Біз автобусқа отырдық. Мә, достар, ешкім жоқ екен автобуста. Стойка. Біз Төле би көшесіне түсіп қалдық. Қазір ары қарай Арбатқа барамыз. Астана алаңына барып серуен жасап жүрміз. Достар, сендер мынандай уличный самокатқа мініп көрдіңдер ме? Мен соны мінгім келіп тұр қатты. Вот. Мамам, как всегда, не разрешает. Кәусар, әкеңмен келесің ғой прогулкаға, вот сол кезде отырасың. Мен жүрейін, сізбен біресе қалай ақырын жүресіз ғой, тура сізбен біресе жүремін. Жоқ, мен олай жүре алмаймын да. Әкеңмен. Олар бізге ертерек шығу керек, сағат 9 болды. Бізге оңға қаратай қайту керек болады. Достар, қараңыздар, мына жақта не бар екен? Кіргім келіп тұратын не еді ме? Фастфуд сияқты, Макдональдс сияқты ғой. Бұрын жерде Макдональдс болған. Кізі мен Кәусарға дворецтің алдына барып көріп келейік дегенмін, иә? Бірақ Кәусар Арбат деп қоймады. Арбатқа келе жатырмыз. Не үшін келе жатырмыз? Арбатқа айтып жіберіңізші, Кәусар. Мен хочу, чтобы мені блогерлар көрсін деп, андай типа хотя бы задание берсін. Вот, типа ана $700 бір бәле за 5 укусар өтіп кетті, басқа бір заттар бар ғой. Маған хотя бы сұрақтар қойса деп тұрмын. Сондай болса екен маған. Ол үшін сен таңертеңнен кешке дейін отыру керек шығарсың. Менің ойымша олар кішкентай балаға жақындамайды. Келеді олар. Білмейді екен мен. Көрмейді екен ондай нәрселер. Кімге солай жақындады? Міне бір собачка өтейін деп тұр жолды. Өтпеді мұны. Алдыңғыны келіне собачка болды ғой. Иә. Неден өтті ғой? Күтіп тұрды, иә? Біз жүрген кезде тура қызмет. Иә. Біз уже жақындадық, иә? Астана парк алаңына. Өте шулы. Иә, біз келеміз. Бүгін күн өте ыстық болды негізі. Кәусар бірақ үйден шыққан жоқ аса. Білмейді ау. Бірақ ыстық болды. Қазір әдемі салқын болып тұр дала. Мына жақта уже музыка ойнап жатыр. Бургер Кинг. Енді мен қазір самый нелюбимый жерім. Қандай нелюбимый? Сенің нелюбимый жерің болса, не бересің? Просто так. Ұнамай ма саған? Естимін. Мына қара, Кәусар, светильниктерін қара. Балық сияқты, иә? Рыбкалар. Короче, достар, мен бассейнде тұр. Мамалар маған кішкентай колонка сатып алып беріп, кішкентай микро сатып алып та, сонда мен Арбатқа келдім. Саған ешкім ақша бермейтін шығар. Или ақша береді, чтобы сен вообще өлең айтпай қойдың, сол үшін ақша бермесе енді. Адамдар мен маскым деп тұрса. Мені кішкентай деп ойламадың? Мен 25 этаждық кішкентай деп ойламадым. Наверное, ең дәу деп ойлаған басында. Енді бұрын ол ең биік не болған, здание болған. Қазір енді одан да биіктер бар. Поэтому ол қазір. Көктөбеге шыққан кезде бірақ білдім ғой. Бірақ әдемі, иә? Алматының несі ғой? Символ Алматы. Иә. Бұрын сондай светильниктер болатын біздің бала кезімізде. Как всегда. Мороженое сұрап алдық. Жеп жатыр, иә, соны. Кәусек екеуміз бір мороженое алдық. Кәусар клубничный алды. Ал мен сливочный алдым. Дәмді екен, иә? Кеттік дальше. Прямой эфир түсіріп жатыр ма? Енді ол бізде турист қой Қазақстанға келген. Негізі мына жақ қараңғы, иә? Тағы жарық жетпейтін сияқты. Или фонариктерді өшіріп тастаған ба? По-моему, фонарларды өшіріп тастаған, иә? Кәусар енді өзі жақсы көретін жерге келді.
бәрібір де қараңғы болып тұр, иә? Иә. Неге қараңғы? Неге танытады? Жарқырат қою керек қой, иә? Қызық екен. Бірақ не уверена түнде келеді. Көбінесе күндіз ғой. Сізге Андре, балаларымызға көп рахмет. Жалғастырайық. Алматыға қайтадан оралайық. Мынандай газ водадан автоматтан су ішемін дейді. Қолданып көрмепті, иә? Алып көрейік. Алу керек па? Ала бер. Мәмді ме екен? Так, достар, біз білесіздер ме, не істейік деп шештік. Мына Миннесоға кіріп көрейік деп шештік. И мына 50 теңгелік магазиндегі дегенде. Давайте бірінші Миннесоға кіріп көрейік. Кроксы. Осы Миннесо қымбат, кәдімгі аэропорттағы секілді. Мынаны қара мынандай. Необычный. Ой, мен нан айттым ғой. Жоқ, мен анандай не деді. Ой, бай, мынаны қарашы, мынау. Ой, какие класс. Жоқ, не жетеміз. Мынаны қара. Очечки. Любой мер фигурка. Бойымшытын. Ух ты, жарасады екен саған. Күшті келер. Бер қарашы. Необычные очки. Қаншың? 5000. Қандай? Типа, ну, как, знаете, типа, дамплинг, Қойшы қазір сен дамплингің уже. Білесің бе, не говорит? Нағарамыз ұрды. Кошелек. Мынандай бар, алым деп жүр өзіне. Бұл дорожный наборлар ғой? Білем ғой, но я хочу набор. Жарайды, бір жаққа жолға шыққанда аларсың. Я не хочу было именно обычно хочу. Давайте лесами осы мен туралы онша күшті маған ұнайды. Маған қандай әдемі. Бабочи. Асыл екем жымай айтамыз. Мам, ну бабочи. Пингвинчиктер. Ту, Кәусар осыдан көп нәрсе жоқ қой, үйде шаң бұрқырап жатады содан кейін. Көш. О. Ай, мынау басым өтпейді. Не көресің, балам? Негіз біз прогулка жасауға келгенбіз. Бір нәрсе сатып алу емес. Яй ғана көріп шығайық. Бұл не? Маркері. Олар. Ойыншықтар. Бұл не сонда? Сен білмесең сонда қалай алғың келеді? Алғым келді. Бұл не ғой анауындай? Воздушный пластилин ғой да че? Күшті ғой, тамаға дейді. Мынандай бар. Күшті ғой? Мама бізге осының... Воздушный пластилиндер ғой? Жоқ, мынау песок алып тесін. Қанша жыл болды айтып жүргеніме песок. Что съели? Не надо, это стиральная машинка, ты же не Солай ойнай ма? Маған осылай алып беріңізші. Посудка ма, құдай? Иә. Кәусар. Әдемі ғой? Біз метромен қайтатын болдық, Давай метроға отырайық. Көп болды отырмағалы метроға. Сөйтсем, мынандай кітаптар сататында автоматтар болады екен. Метромен қайтсақ, жаяу жүреміз бе бізді? Біз потом пересадка жасаймыз. Біз қазір Айымбек несінен түсеміз, станциясынан. Қайдан білеміз?
ана не любой не бара ма метро? жоқ қазір шығайық. Мә реально көп жыл болды. Жыл ма? Я сендер атаң апаң келгенде мінгесіңдер, иә? Болды ағар. Ата мен апаны алып келіп еді ғой бізде, иә? Бірінші ма бірінші сынып болған 3 жыл болып кетті. Иә, көп болды. Енді көбінесе әкемен жүреміз. Былай көп мінбейміз да ғой. Тек экскурсия жасайтын кезде ғана келеміз, иә, основном. Біреуге көрсету үшін осы Алматының метросын. Қазір біз перронға қарай шығамыз. Яғни Не, вокзал сияқты екен. иә, вокзал ғой. Енді почти вокзал ғой. Бірақ өте терең екен, иә? Стаканчик күшті екен, қағазымыз. Но менің ойымша бір стакан мохито 300 теңге ол қымбат деп ойлаймын. Сен қалай ойлайсың? Иә, арзан сияқты. Бірақ Жоқ, иә қымбат. Қымбат. Ана 0,5 асты су 300 теңге тұрады. Мхм. Жарайды, енді шөлдеген кезде бүйтіп ала салғанда ыңғайлы екен. Мына прям түседі баста ойымда ғой. Бекер кетіп қалды ма деп бақшамыз. Так, достар, біз міне перронға түсіп келе жатырмыз. Әдемі жасалынған. Әр станция ерекше жасалынған, иә? Міне, мынау Бауыржан Момышұлына былай қарай кететіні, мынау Райымбек Батырға кететіні. Бізге Райымбек Батырға кететіні керек, иә? Кәусар былай қарай шық, алдыға қарай, иә, былай. И біз уақытын көреміз, қанша уақытта келетінін көреміз. Міне мынау. Так, 2 минут 44 секундтай қалды. Ана жақта көрініп тұр уақытта. Осы уақытта біз күтуіміз керек болады. Я сары линиядан асуға болмайды. Мен енді түсіндім, ол сары линияны жасалған. Құлап кетуі мүмкін адамдар сол үшін солай жасап қойған. Я көз көрмейтіндер болады. Енді түсіндім ғой сол. Станциялар көрсетілген. Ол жібек жолы. Біз Жібек жолы станциясындамыз, иә? Жақын екен ғой? Жібек жолы бекеті. Мынандай нелер қойып қойған Кәусар, қара, міне. Защитный нелер. Бұрында болмаған. Вагондардың ортасында адам құлап кетпес үшін солай жасап қойған. Өйткені әртүрлі жағдайлар болған, адамдардың құлап кеткен жағдайлары кездескен. Бер тұр, Кәусар, бер кел. Күтеміз. Да? Жасалған. Нарақ суық кемағандар. Осы жердің астында прям жүре ма? Енді біз жердің астындамыз ғой. Біз қазір өте тереңдеміз. Ана, атымен құмның астында отырмыз. Иә? Ана, Байқадың ба соғып тұрған бізге қарай, иә? Жел. Райымбек Батырға келдік, иә? Кетті көше. Бұл соңғы аялдама. Енді біз қалай қарай шығамыз? Осылай ма, осылай ма? Білмеймін бұл. По-моему, осылай шығамыз. Жол ондай терең емес. Бағанағы жібек жолы сияқты шы. Келді, енді шығамыз, иә? Шыға бер. Метродан шыққан кездегі бір шатасатын нәрсем, қайсысы қайдан шығады деген нәрсе, иә? Қазір білмеймін, келе жатырмыз. Дұрыс шықтық па, дұрыс шықпадық па білмеймін. Қазір көреміз. Мынау Панфилов көшесі дейді, Алматы 2 стейшн. Метродан шықтық, бірақ, конечно же, дұрыс емес жерден шықтық. Енді остановкаға барамыз. Кәусар екеуміздің прогулкамыз қызық болып жатыр. Достар, біздің странный прогулкамыз аяқталды. Достар, тағы қандай жер, Алматының жерлеріне барайық, жазыңыздар комментарияға. Осымен видео аяқталды. Ұнаса лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Всем пока-пока.